Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Дәптерлеріңіз бен кітаптарыңызды ашып, бүгінгі күннің жады мен тақырыпты жазып қойыңыздар. Тақырып Қобыланды батыр жыры, алғашқы сын деп аталады. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Балалар, өткен сабақтарда біз ауыз әдебиетінің түрлі жанрлары, мысалы мақал-мәтелдер, ертегілер, аңыз әңгімелер, жұмбақтар мен жаңылтпаштар, тұрмыс салт жырлары, шешендік сөздер сияқты әр түрлі жанры бар екендігін білдік. Оның ішінде біз ертегімен таныстық, ертегінің халықтың әр түрлі арман мақсатынан, қиялынан туған шығарма екендігін, ертегінің түрлерін, соның ішінде біз қиял ғажайып ертегімен таныстық. Сондай ауыз әдебиеті жанрының тағы бір түрі бүгін біз батырлар жырын, яғни эпостық жырларды бастайтын боламыз. Батырлар жыры ерлікті, батырлықты, отансүйгіштікті насихаттап жазылған шығармалар. Мінекей осы ережені дәптерлеріңізге жазып қойыңыздар. Батырлар жырының негізгі ерекшелігі онда батырлардың дүниеге келуі, үйленуі, сүйген жары, тұлпары, ерекше ерліктері, яғни ешкімге ұқсамайтын қаһармандық ерліктері сипатталатын болады. Осы батырлардың ерлік істері арқылы сол кезеңдегі тарихтағы, сол қоғамдағы әлеуметтік түрлі қайшылықтар қатар көрсетілетін болады. Балалар, біз батырлар жырын, яғни эпостық жырларды үшке бөліп қарастырамыз. Ең көне заманғы эпостар, яғни Құламерген, Дотан батыр және тағы басқалары. Қазақ хандығы кезіндегі эпостық жырлар Ер тарғын, Қамбар батыр жыры, Қобыланды батыр жыры, Алпамыс батыр және тағы басқалары. Үшінші түрі жаңа дәуірдегі эпостар. Бұларға Еспенбет батыр жыры, Досан батыр, Өтеген батыр жырлары және тағы басқалары. Балалар, бүгінгі сабақтың негізгі оқу мақсаты шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Осы ережені жазып алыңыздар. Шығарманың тақырыбы дегеніміз сол шығармада көтерілген ең негізгі мәселе, яғни шығармаға арқау болып тұрған өмір шындығы. Біз балалар шығармаға қойылған аты, яғни басында тұратын аты мен шығарманың тақырыбын шатастырмауымыз керек. Шығарманың тақырыбы сол шығармада көтеріліп тұрған ең негізгі мәселе. Мысалы, мынадай тақырыптар болуы мүмкін. Махаббат тақырыбы, туған жер тақырыбы, саяси әлеуметтік тақырып, ерлік, батырлық тақырыбы, екінші дүниежүзілік соғыс тақырыбы, өнер тақырыбы деген сияқты. Және тағы басқалары, Ал шығарманың идеясы сол шығарма арқылы автордың айтайын деген ойы, не айтқысы келді осы шығарма арқылы. Соны біз шығарманың идеясы деп атайды екенбіз. Шығарманың тақырыбы мен идеясының ережесін дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Балалар, сіздерге тапсырма ретінде Қобыланды батыр жырының кітаптарыңызда 25 мен 31 беттер аралығын оқу тапсырылған болатын. Оқысаңыздар, мынадай тапсырманы орындайық. Мына нұсқалардың ішінен Қобыланды батыр жырына арқау болып тұрған тақырыпты табыңыздар. Яғни осы жырдың тақырыбын табыңыздар. Екінші, мына нұсқалардың ішінен Қобыланды батыр жырының идеясын табыңыздар. Яғни Қобыланды батыр жырының тақырыбы дейсіздер де тақырыпты жазасыздар. Мына дұрыс нұсқаны. Қобыланды батыр жырының идеясы деп дәптерлеріңізге жазасыздар да, сызықша қойып, мына жердегі дұрыс нұсқаны жазатын боласыздар. Балалар, үйге тапсырма ретінде батырлар жыры дегеніміз не, оның ерекшелігі, шығарманың тақырыбы мен идеясы дегеніне осы ережелерді
жаттап аламыз және Қобыланды батыр жырын ары қарай жалғастырып оқитын боламыз. Олай болса бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Тапсырманы орындап мұғалімге жолдаңыз.